Қырғи-қабақ соғыстың аяқталуының себептері қандай болды? 1980 жылдардың ортасына қарай КСР мен ақш арасындағы текетірес ең шегіне жетті. Бұл қарулану жарысы екі елге де ауыр экономикалық салмақ түсірді. 1985 жылы наурыз айында КОК орталық комитетінің бас хатшысы болып Михаил Горбачев сайланды. Қызметінің алғашқы күнінен бастап елдегі дағдарыс жағдайының себептерін ашу үшін батыл шаралар жүргізді. 1985 жылы сәуірде әлеуметтік, экономикалық дамуды жеделдету мәселесіне сәйкес экономикалық құрылымды қайта құру бағыты жарияланды. Горбачев саясатының ұрандары: жариялық жеделдету, қайта құру. Михаил Горбачевтың басқаруымен КСР-да болған өзгерістер жаңа саяси ойлау негіздерін жасауға және оларды тәжірибе жүзінде іске асыруды бастауға мүмкіндік берді. Бұл КСР-ның сыртқы саясатының түбегейлі өзгеруіне әкелді. Жаңа саяси ойлаудың мәні: ядролық қару қауіпсіздік емес, ғаламдық қырғынға әкелетін қатер. Мемлекетаралық қатынастарда диалог, сенім, ынтымақтастық қажет. Қауіпсіздік тек әскери күшпен емес, саяси және дипломатиялық құралдармен сақталады. Горбачев ядролық соғыста жеңімпаз болмайды деген принципті жариялады. КСР алғаш рет сыртқы саясатында ымыраға келу, экономикалық байланыстарды кеңейту, Шығыс Еуропа елдеріне ішкі істеріне араласпау саясатын бастады. КСР-ның сыртқы саясаттағы жаңа мақсаттары: әскери сала, ядролық державалардың соғысудан біржақты бас тартуы, қару-жарақты қысқарту және бақылау. Саяси салада: халықтардың егемендігіне құрмет, әр елдің даму жолын өз таңдауы ретінде мойындау. Экономикалық салада: санкциядан бас тарту, халықаралық экономикалық байланыстарды кеңейту, жаһандық мәселелерді бірге шешу. Гуманитарлық салада: адам құқықтарын сақтау, еуропалық елдермен мәдени, ғылыми байланыстарды кеңейту. Қару-жарақты шектеу бойынша кеңестік америкалық келіссөздер. 1985-1987 жылдары үш маңызды кездесу өтті. 1985 жылы күзде Женева қаласында Горбачев пен Рейган кездесті. Ядролық қаруды таратпау және қысқарту туралы келісімдерді жалғастыруға келісті. 1985 жылы қазан айында Исландия астанасы Рейкьявик қаласында Горбачев пен Рейган кездесті. Орта қашықтықтағы зымырандарды қысқарту туралы келіссөздер жүргізілді. Горбачевтің сыртқы саясаттағы жаңаша ойлау тұжырымдамасын көптеген батыс Еуропа елдері қолдады. Бейбіт қатар өмір сүру саясатын жалғастыру арқылы КСР өзінің диктаттық саясатынан бас тарта бастады. 1987 жылы 8 желтоқсанда Вашингтон қаласында Горбачев пен Рейган үшінші рет кездесті. Олар орта және қысқа қашықтықтағы зымырандарды жоюға келісті. Ауғанстаннан кеңес әскерінің шығуы. Кеңес әскері 1979 жылы Ауғанстанға кірді. Ресми себебі ауған үкіметіне көмек, ал іс жүзінде ақш пен геосаяси бәсеке. Бұл соғыс КСР-ға өте көп қаржы шығынын, мыңдаған адам шығынын әкелді. 1980 жылдардың соңында КСР экономикасы әлсіреп, мұндай соғысты жалғастыра алмады. Әскер қашан және қалай шығарылды? 1988 жылы Женева келісімінде КСР, Ауғанстан, Пәкістан және ақш келісімге келді. Онда кеңес әскері 1989 жылы толық шығарылады деп бекітілді. 1988 жылдың мамыр айынан 1989 жылдың ақпан айына дейін кеңес әскерін кезең-кезеңмен шығару басталды. 1989 жылы 15 ақпанда КСР Ауғанстаннан кеңес әскерлерін толық шығарды. Шығыс Еуропадағы барқыт революциялар. КСР-дағы өзгерістер Шығыс Еуропада да демократиялық қозғалыстардың басталуына алып келді. Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгарияда коммунистік режимдер бейбіт түрде құлады. Тек Румынияда саяси өзгеріс қанды қақтығыс арқылы өтті. Германияның бірігуі. 1989 жылы 9 қарашада Берлин қабырғасы құлап, 1990 жылы біртұтас Германия пайда болды. Бұл қырғи-қабақ соғыс саясатының символына айналды.
Биполярлы жүйенің күйреуі және көпполюстік әлемнің пайда болуы. 1990 жылы Париж қаласында Еуропадағы қарулы күштерді қысқарту келісімі қабылданды. 1991 жылы Варшава шарты таратылды. 1989 жылдың 2-3 желтоқсанында өткен Михаил Горбачев пен Джордж Буштың Мальта кездесуі КСРО мен ақш арасындағы 40 жылдан астам уақытқа созылған жаһандық қарсыластық кезеңінің символдық түрде аяқталуы болып есептеледі. Дәл осы саммитте екі державаның басшылары қырғиқабақ соғыс дәуірінің аяқталғанын және халықаралық қатынастардың жаңа кезеңі басталғанын мәлімдеді.